Құрметті тыңдарман, бүгін біз қазақтың ұлы өнертанушысы, композитор, ұлағатты ұстазы Ахмет Жұбановтың өмірі мен шығармашылығы жайлы танысу үшін Ахмет Жұбанов атындағы колледжіне келдік. Құрметті Аманжол Дүйсенұлы, өзіңіздің алтын уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Исмагулов Аманжол Дүйсенұлы, Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыка колледжінде 38 жыл болды жұмыс істегеніме. Алматы консерваториясын тамамдап, осы колледжге келіп едім. Ұстаз болдым, бөлім меңгеруші. 15 жыл осы колледжді басқардым. Осыдан 3 жыл бұрын зейнетке шығып, енді ұстаздық жұмыс атқарып жатырмын. Сізге қояр бірнеше сұрағым бар. Сол сұрағымның бірі Ахмет Жұбанов музыка мәдениетінің дамуындағы еңбегін қалай бағалайсыз? Ахмет Жұбанов қазақ музыка мәдениетінің тұңғыш кәсіби композиторы, дирижері, музыкатанушысы және тұңғыш академигі. Бүгінгі дейін музыка тану саласында әлде бізде академик жоқ. Ахмет Жұбанов көптеген жұмыс атқарды қазақ музыка мәдениетін даму үшін. Соның ішінде айтатын болсақ, ұстаздық жұмыс, көптеген шәкірттер дайындады. Дирижер ретінде Ахмет Жұбанов қазақ ұлт аспаптар оркестрі, соны құрды. Қазіргі уақытта Құрманғазы атында әлемге танымал оркестр. Көптеген шығармалардың авторы. Соның ішінде белгілі әндер Қарлығаш, Ақ көгершін, Ақ шолпан, фортепиано аспабына арналған пьесалар бар. Бұл тәжік билері, қазақ билері, симфония шығармалар бар, кинофильмдерге жазылған шығармалар бар. Опера Абай операсын Ахмет Жұбанов Латиф Хамидимен бірлесіп жазған екен. Жалпы 50-ден астам музыкалық шығармалар бар. Жұбановтың кіші қызы, жалғыз ғана бір қызы қалды, Ажар Ахмет қызы. Ол кісімен де тығыз байланыстамыз. Ол кісі 80-ден асып кеткен кісі, зейнеткер қазіргі уақытта. Ахмет Жұбановтың ең үлкен қызы Ғазиза Ахмет қыз Жұбанова. Ол Москва консерваториясын бітіріп, көп жылдары Алматы консерваториясының ректоры болды. Көптеген шығармалар жазды. Одан кейін Болат Қайыр деген балдары, олар хим-биологтар. Москва Губкин атындағы институтты бітіргеннен кейін көп жылдары осы өз елімізде осы салада химия биология саласында жұмыстарды атқарды. Сол үлкен еңбектері үшін оларға үлкен атақтар да берілді. Олар ғылым доктор, академиктер. Одан кейін Роза деген қызы болды. Роза ертеректе қайтыс болып кетті. Ол пианист. Алматы қаласында істеді жұмысты музыка колледжінде. Ең кіші қызы бұл Ажар Ахмет қызы. Ажар Ахмет қызы осы біздің қалаға көп келетін, біздің колледжде болатын, юбилейде болды. Қазірге дейін сол Ажар Ахмет қызымен байланыстамыз. Рахмет, түсінікті. Келесі сұрағымды қойсам, оның тұлғалық және шығармашылық болмысы өз дәуіріндегі басқа композиторлардан несімен ерекшеленген болатын? Біріншіден, жаңа алдында айтқандай, әрине тұңғыш қой. Тұңғыш болғаннан кейін қай жағынан болса да оңай емес. Ахмет Жұбановқа дейін кәсіби композитор бізде Қазақстанда болмады. Соның ішінде ұлттық композиторлар болмады. Ахмет Жұбанов өзі қанша жұмыс істеді, жаңа жан-жақты істегенмен, сонымен қатар Ресейден басқа да композиторларды шақырып алып келді. Осы қазақ еліне музыка сауатын дамытуға, қазақ кәсіби шығармалар жазу үшін Брусиловскийді шақырды осы Алматы қаласына. Сол 1944 жылы қайнап жатқан ұлы отан соғысы кезінде Алматы қаласында консерватория ашылады. Алматы консерватория ашылады. Басында Курбехин деген кісі ректор болады, соны басқарған. Одан кейін Ахмет Жұбанов басқарады. Алдында айтқандай, Ахмет Жұбанов қай саладан болмасын тұңғыш болып саналады. Әрине оған оңай болмады. Сонымен қатар көптеген еңбектер, кітаптар жазған. 14 кітабы бар екен Ахмет Жұбановтың. Ахмет Жұбановтың өмірі оңай болмады. Оның ағасы Құдайберген Жұбанов 30 жылдары қуғынға ұшырап кетті, халық жауы деп.
репрессияға ұшырады. Сол себепті Ахмет Жұбанов жұмысқа да жіберілмей қойды. Таңертең жұмысқа келсе, консерваторияға сіз халық жауының інісіз Құдайбергеннің, сол себепті жұмыстан боссыз деп жұмыстан шығарып жіберген НКВД. Содан филармонияға барады, филармония болса, ол жақта да солай деп айтады. Халық жаусыз жұмыс істемейсіз деп. Сөйтіп Ахмет Жұбанов амал жоқтан Москва қаласына кетеді. Москва қаласында ол кезде балдары Қайыр, Болат, Ғазиза сол жақта оқып жатыр, жоғары оқу орнында. Солардың шәкірт ақысына өмір сүреді ол кісі. Сондай қиыншылықтардан өткен Ахмет Жұбанов. Сол жасөспірімдерді оқытады. Оның көптеген шәкірттері әлемге танымал музыкант қазіргі уақытта. Мысалға айтсақ, Фуат Мансуров деген болған, әлемге танымал дирижер, көп жылдары осы Алматы қаласында жұмыс істеді. Одан кейін Москва қаласында опера және балет театрының бас дирижері болды. Ол кісі қазір өмірден өтіп кетті. Және тағы да бір шәкіртін осы айтсақ біздің Ақтөбе қаласында тұрады. Бұл Қайырғали Қожамбаев ағамыз тікелей Ахмет Жұбановтан сабақ алған дирижермен көп жылдары осы Ақтөбе қаласында жұмыс істеді. 1971 жылы Ахмет Жұбанов атындағы осы ол кезде училище, бірақ аты болған жоқ ол кезде, сол училищені ашқан Қайырғали Қожамбаев. Содан 1989 жылы музыка колледжі, музыка училище колледж болып аталды. Содан кейін Ахмет Жұбанов берілді колледжге. Сол Ахмет Жұбановтың атын бізге алып берген Қайырғали Үсенғалиұлы Қожамбаев. Осы Ахмет Жұбановтың тікелей шәкірті. Аманжол Дүйсенұлы, мазмұнды әңгімелеріңіз үшін үлкен рахмет. Құрметті көрермен, мінекей біз қазақ музыкасының абыз тұлғасы Ахмет Қуанұлы Жұбановтың шығармасымен терең таныстық. Ахмет Жұбановтың өмірі, өнерге деген еңбекқорлық пен адалдықтың жарқын үлгісі. Біз осындай тұлғаларымызды ұлықтау арқылы өз мәдениетімізді қадірлеуге үйренеміз.